Қайран балалық шақ новелла. Қайран қайтып келмес балалық шақ, қандай ыстық, қандай жанға жайлы, жақын, қызық дедің. Сен ойласам көңілім жасарып, жадырап сала береді. Қайран балалық, сен ойласам көңілімнің құлазығаны басылып, өзіңмен бірге елігіп, бірге ойнап, бірге күліп, балалық балғын шақтар еске оралып, жап-жас, жеп-жеңіл болып, желкілдеп, сай-саланы, орман көлді, гүлдерді, егінді, шалғынды желмен жарысып, жүгіріп жүргендей күй кешемін. Балалық шақты ойлағанда ауыл көрінісі мен тіршіліктері еске түседі. Өмір жолы пендесін шынықтыратын, тіршілікпен ата-анам ерте тұратын. Еске түсті балалық балғын шақтарым, қыр басына қозылақ айдап баратын. Қозы лағын айдаған бала шулайтын, қызығына ойынның көңіл толғайтын. Еске түсті тағда ауыл кешінде, жал-жал болған құмдары тауға ұқсайтын. Еске түсті ауыл болып мектепке барған кездерім, жаутаңдатып қарайтын мөлдір көздерің. Қалбиб апай қарсы алып топ баланы, қадала қарап айтқан әрбір сөздерің. Армандаймын, тілеймін бала көңілмен, үлкен үміт күтетін алдағы өмірден. Жақсы оқысам, қол созсам биік белеске, өз орнымды тапсам деп өмір өзеннен. Дегендей армандармен, үміттермен өсіп келе жатқан кезеңдер кезегімен көз алдымнан өтеді. Шіркін, қызыл галстук ойыны. Плашатканың арғы басында әлеулі тұрған қызыл галстукты ештеңеге ұсталмай шекарадан өткізу үлкен жауапкершілікті жүктейді. Өйткені айналаңда жан-жақты қапталдарда қорғаушылар жүреді. Олардың қолы денеңе тисе, кілт сол жерде тоқтайсың. Бұл ойынның бұлжымас ережесі. Сондықтан бір жанымызды алып, бір жанымызды салып, ышқына жүгірген қызыл галстук ойыны. Сені де сағынамын. Сен арқылы бүкіл денеміз шынықты. Сен арқылы жүрегіміз өз жұмысын қалыпты жүруден әлде қайда жоғары деңгейге көтерді. Қызыл галстук ойыны сенімен өте қызық. Жеңісті кезеңдерімізді еске алсам, шалт қозғалып, жалт беріп, біресе басымды бұғып, біресе белімді қайқаң еткізіп, біресе еңкейіп, кейде сәл басты шалқайтып, кілт бұрылып, қарсылас команданың қызыл галстугын қолыма алып, құс ұстай ұшып келе жатқандай боламын. Галстукты алып, шекараға қарай зымырай жөнелгенде, бейне бір елдің туын алып келе жатқандай кеудеңді қуаныш кернейді. Өз командаластарыңа қарай мен ешкімге ұсталмай елдің туын берік ұстап ұшып келемін дегендей галстук ұстаған қолыңды жоғары көтересің. Жарты жолға келгенде алдыңнан қаптаған қорғаушылар шыққанда, енді не істесем екен? Енді қандай әдіс тәсілмен ұсталмай өтсем екен деп келе жатқаныңда зу етіп қасыңа командалас досың келіп қалғанда, сені жан-жағыңнан ешкімді тигізбей қорғайтын партизан отрядтары келгендей қуанып, соңғы күш-жігеріңді жинап, шекарадан галстукты алып өткенде, әлгінде азайған күш-жігерің бір алапат қуанышпен қайта тасынғандай боласың. Рахмет саған қызыл галстук ойыны. Ел туын қорғағандай, өз галстугымызды қорғауға, қалайда қарсыласқа берілмейтін намысшыл болуға үйрету арқылы бізді патриоттық сезімге, өз командаластарымызбен бір ауызды бірлікте болуға, тату, ынтымақшыл болуға тәрбиеледің. Қызыл галстукты алып келген жеңістің буымен бір-бірімізге, қарсыластардан қалай, қай жерде қандай тәсіл жасағанымызды, қалай қорғанышта болғанымызды, қандай ұшқырлықпен қорғаушыларға жеткізбей кеткенімізді әңгімелеп, әрекет жасамасаң еш нәтиже болмайтынына, әрекет бар жерде берекет бар екеніне көз жеткіземіз. Шіркін, қайран жастық, сәл демалып, қайтадан қызу ойынға кірісеміз. Жасырынбақ ойыны өзінше бір шытырманға толы өте қызық ойын. Әлгі көзін жұмған баланың белгілі уақыттан кейін жасырынғандарды іздеуі,
аңшы сияқты өте сақтықпен іздеуі, жан-жағына тез көз жүгіртіп, біреудің атын атап, орнына қайта жүгіруі, тағы қайда кім болуы мүмкін деп ойлануы, өте жылдам қайта орнына үлгеруіне дайын тұруы, оның бәрін жасырынып отырып сенің де көруің, оның аңғал тұстарын аңдуың, окопта жатып орныңнан атып тұрып әрекет жасауға ұмтылған жауынгер сияқтысың. Әсіресе кешкі қараңғылықта есіктің алдында тігулі тұрған қараша үйді айналып ойнағанды айтсаңшы. Көзін жұмған баланы алдап, қараша үйді айналып, мына бетінен зып беремін деп жоспарласаң, ол да шаққар, еш мүмкіндігін бермейді. Тіпті амалың таусылғанда тәуекел етіп, зу етіп келгеніңде, әлгі шаққар бала қайдан үлгеріп келгені белгісіз қарсы алдыңнан шыға келгенде, қарсыласпен бетпе-бет келгендей, бір-біріңе соқтығысып барып тоқтап, бар болмысыңмен күліп мәз боласың. Ал скакалкамен секіру? Ол кезде скакалкамыз жоқ, бірақ скакалкадан күшті, жіңішкелеу, қатты ширатылған, сәл салмағы бар жіппен ойнаймыз. Алдымен жалпы елдің орыстанған саясатының әсері болар. Орысша первый, второй, тағы басқа деп бәріміз кезекке тұрамыз. Одан секірудің 10 шақты түрі бар. Соны секіріп орындауымыз керек. Бас дегенде басты қозғалта секіру керек. Әрі қарай жалғасады. Бәрі кеуде, бел, аяқ, қол, қос аяқ, айналма, кезек, шалқайма, тағы басқа деп әр мүшеңді қозғалтуға арналған секірме түрлерін жалғастырып айтып тұрады. Шалқайма, айналма секіру кезеңдерінде кейбір толық, епсіздеу қыздар құлап қалады. Оларды тұрғызып шек-сілеміз қатып күлеміз. Былай ғой деп үйретеміз. Доппен ойнаудың қаншама түрлері бар. Бәрін ойнадық. Жарықтық, шашауды, ернуді білмейтін қайран жастық. Біз не ойнамадық? Құрбымыз екеуміз інім түсте дем алып жатқанда, жексенбі күндері конькиін алып кетіп, аяғымызға жібімен тас қылып таңып, құмның арасында үлкен ойпаңдағы балалар қыста коньки тебетін мұз айдынына барып, конькиін тебуді де үйрендік. Көршім болған кластасым Айтбаева Алатай екеуміз дене шынықтыру сабағындағы алғашқы коньнан секіруді үйрену үшін тірі есекті теріс қаратып байлап қойып, бір сызық сызып қойып, жүгіріп келе жатып сол жерден тальчок жасап, жайдақ есектің арт жағынан секіріп мініп отыратынбыз. Біз балалықпен қызықтап не істемедік. Бәрі де бірінен бір өтеді, қызық. Кейістеріміз сәл бұзық. Әрі туысым, әрі құрбым, әби көкемнің қызы Қалима әр кездескен сайын, Айымжан, біз екеуміздей алаңсыз, армансыз ойнаған ешкім жоқ шығар деп күледі. Біздің еске алып айтқанымызда аунап күлетін, есек қуғанда, Уәлидің түйесі, Тимур командасы, өріктің әуресі, 4 рет суға аққанда, шие жеп суға түскенде, тағы басқа өте күлкілі іс-әрекеттеріміз бар. Қазір жасымыз 70-тен асқанда кейде ойыма оралса, қырғыз әнінің күн күркіреп жаңбыр төкті, сол бір күндер қайда кетті, жастығымның куәсіндай қайрылмастай кете берді деген қайырмасын ыңылдап айтып жүремін. Жасымыз ұлғайған сайын жастық шақ қызықтары да алыстап, ұмытылып, қайрылмай кетіп бара жатқандай. Алла өмір беріп, қатарымыз сиреген кезде қайран жастық та ұмыт болып, көмескіленіп, белгілері бар, бірақ қызығы мен шыжығы әлде қашан басылған елес болып, елестейтін болар деп ойлаймын. Шіркін, кеудеңде жаның барда елес болған қайран балалық, қайран жастық.